құрметті оқырман. Бүгін сіздермен бірге мен Панзабек Бағила Төребекқызы және ертең үшін подкасты. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде жаңа тұсаукесер, жаңа подкаст. 80 жылдық мерейтойымызға орай жаңадан басталған бастама. Бүгін біздегі қонақта филология ғылымының кандидаты, профессор, Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгі иегері, білікті ұстаз Әділбекова Ләззат Махайқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы бұл подкаст ұйымдастыру барысында алғашқы қонағымызды өзіміз іздестіріп, кімді қоямыз, кімді шақырамыз дегенде бір ауыздан бірінші сізге түсті. Яғни біздің осы подкаст ұжымы сіздің еңбегіңізді жоғары бағалап, апайды бірінші шақырайық, ұстазымызды деді. Жалпы осы білім ортасындағы сіздің талайдан бері еңбек етіп жүргеніңізді білеміз. Сізді жалпы көрермен қай жағынан танығанын қалайсыз? Өзіңіз туралы аз-кем бір ауыз сөз айтсаңыз. Біріншіден, ақыл жастан, асыл тастан дейді. Осы подкасты ұйымдастырып, оған ана ұлт ұстазының бір әдемі сөзін жұрт менікі деп, бүгінгіге жұмыс жасаса, мен ертеңгі үшін деп. Өйткені дамыған мемлекеттер ертеңін ойлап жасайды. Бірақ қамшының сабындай қысқа өмірде ұлтқа қызмет ету кімге болса да парыз ғой. Әлемдік деңгейге кіріп жатырмыз, жаһандануға, әлеуметтік желі арқылы Қазақстанда, оның ішінде қыздар университетінде осындай бір әдемі жаңалықты ашқан 3-ші курс қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттеріне мен рахмет айтып, кейде Димаштың 100 мың адамның істемегенін істеп жатыр ғой, мысалы, қазақты танытып, қазақтың сөзін дамытып, осы жағынан ертеңгі үшін деп, ертең деген бір қасиетті, ертең деген сөз адамның қиялын болашаққа жетелейді. Ертең деген жүрекке үміт оятады. Ал енді қай ұлттың мифологиясына қарасаңыз да, Құдай адамды қатты қинаса да үмітінен ажыратпаған. Ал үміт адамды болашаққа итермелейді. Сондықтан да біздің университеттің әлемдік рейтингтерге кіруіне сіздердің кішкентай енді ашылып жатқан ертең үшін подкастының өз үлесін қосатынына сенімдімін және соған тілекшімін. Сондықтан да шақырғандарыңызға, үміт артқандарыңызға рахмет айта отырып, мені кім ретінде көргісі келеді дегенге, мен 33-ші жыл кетіп бара жатыр. Өмірім 2 Қазақстандағы белді университетте өткен адамын. Өтіп жатыр. Оның біреуі өзімнің студенттік өмірім, аспирантурадағы өмірім, ғылым жолына түскен мектебім 10 жылдай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Одан кейін ақындардың жырына керемет өзек болған көшесінен Гогольдің «Сен іздедім мен» деп, мен де осы өмірім осы қазақ қыздарының қара шаңырағында мемлекет басшыларының айтқан сөз бар: қазақтың қаймағы бұзылмаған қара сөзін іздесең қыздар университетіне бар деп, осындай университеттің Алматы қаласының төрінде жүрегіне орналасқанына ризашылығымды білдіре отырып, мені әлбетте ең алдымен ұстаз ретінде көргені дұрыс болар еді. Бір жағынан өзімнің анам, мысалы, Әулие-Ата жерінде ең алғашқы, Надежда Крупская сияқты ең алғашқы ұстазы деп атайды. Отбасымызда, яғни ұстаздық бар. Сосын жас келе адам ата-анасына ұқсай бастай ма? Қазір мен көріп қалған кісілер, менің анамды айтып, тура сол кісіні, алғашқы ұстаз боласын, мыңдаған адам алдынан ұшқан ғой мектепте. Сол ұстазға аумай келе жатсыз деп айтады. Қалай айтқанмен де әлгі шешеге қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер демекші, ең алдымен әлбетте ұстаз ретінде көрген кәсіби тұрғыдан қалар едім. Ал әр анаға, әр қыз баласына адами бақыттардың бұйырғанында қалайсың? Ол ана, ол жар, ол әже, ол ене болғанда ғанибет керемет. Сосын әлгі шөберенің, немененің алақанынан бал жалау бұйырсын деп, әрбір қазақ қызына бір адами осындай рахатты да әлбетте тілер едім шын жүрегімнен. Рахмет, өте жақсы.
Биыл университетіміздің 80 жылдық мерейтойы. Бұл мерейтойда жалпы қарап көріп жүрміз, оң өзгерістердің болып жатқандығы, қандай да бір істі тиянақты әдемі етіп көрсету, оны жасау, құрмет деген дүниелер жақсы оң нәтижесін беріп жатқан сияқты. Және сол істің ортасында, бел ортасында сіз жүрсіз. Осы мерейтой аясында қандай да бір айтарыңыз бар ма? Не мәселелер болды? Қандай мәселелер негізгі айтады? Мына немерелеріңмен жалпы жастармен жұмыс жасағасын, жастардың не ойлайтын білгім кеп тұрады. Немеремен қарап отырып, үйде немерем ана мультфильмді көргенде мен де қызығып қараймын. Сондай мына көрші елдің бір атақты осындай тараған мультфильмі бар. Мультфильм деген не? Ол халықтың ой санасы әлдилеген. Сол жерде жайдан жай еш нәрсе болмайды. Әр нәрсенің себебі бар. Мың өліп, мың төгілген Жұбан Молдағалиев айтқандай қазақ халқы. Әйтсе де сол соғыс жылдарында бүкіл ер азаматты тізіп тұрып, 5 баласы болса 5 баласы әкесімен Жұбанның өлеңі бар ғой. Алып кетіп, жаңа 5 жылда 5 қарағаз ұстап қалған, қиналған халықпыз. Я қаншама азап, сол кездің өзінде қыздар аман болсын, ертеңгі күні ұрпақ тәрбиелейтін, әкелетін деп 44 жылы ашылған университеттің бүгінде жайнап, жарқырап, әлемдік деңгейге көтеріліп келе жатқандығында да бір сабақтастық, бір еңбектің ақталғандығы, бір өтеу бар сияқты. Сонау жаңа мен әкемнің адал екенін ақтаймын деп жап-жас әдемі қыз, мысалы Мәншүк Мәметова соғысқа аттанып, Совет одағының батыры атанды. Анасы байқұс осы жерде біздің университетте сабақ беріп жүргенде көбіне сол қызын айтады екен. Өйткені ол кісінің өзі әлгі алаш-орташы болып атылып кету мүмкін еді. Анасының өзі қызы құтқарып тұр да, ұрпағы құтқарып тұр. Ұрпағы жазықсыз ата-бабаларын, әке-аналарын ақтап алып жатыр. Осындай ұрпақтың келе жатқанына ризашылығыңды білдіресің, тәуба дейсің. Осының бәріне айтайын дегенім, бүгінгі университеттің басымыздан не өтпеді? Осыдан 20-30 жыл бұрын қыздардың жаңа бөлек отырғызу қажет па мына заманда? Осы қоса салсақ дегенде сөз тарады. Әйткенмен ел ағалары ойлана келіп, Орта Азиядағы бірден бір қазақ қыздарының қар ордасы, қанша білім ордасы. Әр отбасында дерлік кездестіруге болады. 80 мың түлек деген ол мүмкін екі отбасының біреуінде, болмаса 3 отбасының біреуінде. Мен аудиториялардан сұрасам, міндетті түрде бір 5-6-ы анам біздің университет бітірген, қыздар университетін әжем деп жатады. Ал Әуезовтің сөзі бар ғой, жаңа адамгершіліктің негізі әйелден, әйел бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді деп. Осындай жаңағы әппақ, тап-таза періштедей қазақ қыздарының тілегінің қабыл болған шығар. Бүгінде біздің қыздар университетінің гүлденіп, 80 жылдыққа қарай әлемдік деңгейде білім алған, әлемдік деңгейдегі тілдерді еркін білетін, тең дәрежеде сөйлесе алатын, жаңағы бәсекеге қабілетті қазақ қызының осы университетті басқарып отырғаны. Және Гүлмира Әмірханқызы, бұл кісі сіздерге үлгі болады деп айта аласың. Айта аласың. Кейде үлгі боласың деп ойланып, ар жағында 99 қабат бар ғой. Ал бұл жерде ашық, міне осындай қазақ қызы сіздерге үлгі болсын деп айтқанға алда. Болмаса айтатыны бар, не бір тамаша үлгі боларлық әжелерімізбен, аналарымызбен кездесу өткіздік қой. Міне соның бәрі үміттің ақталғандығы деп халықтың тілегінің, халық жердегі Құдай. Сондай да сөз бар. Сол халықтың тілегінің ақталғандығы деп ұғайық, және Алладан халықты ойлайтын, ұлтты ойлайтын, қазақ қыздарын ойлайтын тізгін басына сондай азаматтар келгенін қалар едім. Жақсы, білім ордасы деп отырмыз. Жалпы Ләззат Мақайқызы, білім немен өлшенеді? Енді философтар мынандай ақиқат бар. Жалпы 100% ақиқат жоқ. Жоққа шығаруға болады. Дегенмен де білім ол қалай айтсам екен, адам неғұрлым білімді, мына ауыр жүк көліктер болады ғой.
болмысымен, олар андай бір жеңіл сөзге, Зейнолла Қабдолов ұстазымның айтқаны бар еді, мына жақсы адам болу да қиын, өйткені жақсы адамды жағалап, оңынан да жел соғады, солынан да жел соғады деп. Ал ішіңде білім, және олар жүк машинасы көлігіндегідей сен ұстап тұрмаса, ағымға түсіп кетуің өте оңай. Сондықтан да білім деген сөз өте философиялық, өте күрделі сұрақ қойдыңыз, бірақ ұлтты сақтау үшін, мемлекетті бәсекеге қабілетті ету үшін білім керек. Әр адамға. Ол қалтадағы 2 бет диплом емес. Жақсы, жақсы апай. Жалпы осы білім дейміз, жалпы білім ордасы, одан кейінгі қазіргі кезеңде өте маңызды болып жатқан мәселелер осы кітап оқу мәселесі. Кітап оқуға байланысты біраз жұмыстар жасалынып жатыр, бірақ әйтсе де жаппай кітап оқу деген сияқты, немесе жаңағы кітапты қолтықтап жүру, қолтықтап ұйықтау деген сияқты мәселелер көрінбейтін сияқты. Себебі қазіргі заманда жаңағы ақпараттың көптігіне де байланысты біраз мәселелер бар. Барлықтарыңыз да біліп жүрсіздер. Кітап білім алу форматының ішіндегі ең тәуелсізі. Жалпы қазіргі кезеңде кітап оқу мәселесі өте маңызды. Бұл тұрғысынан жалпы кітап оқуға байланысты өзіңіздің пікіріңіз қалай? Жастарға не айтасыз? Жаңа бірінші сұрағыңызбен байланысты ғой, білім. Адам неғұрлым білім болса, кітаптың қадірін түсінеді. Өйткені енді мына медиктер бәрі түсіндіріп жатыр ғой. Экраннан оқыған қандай, қол қалта дейміз ба, телефонды, оны ашып оқыған қандай, болмаса саған дейін әлем адам оқыған, сол сөздермен танысқан кітапты қолың алып оқыған қандай. Екеуінің әсері екі түрлі, жер мен көктей дейді. Ал енді жастар арасында, неге жастар дейміз? Жалпы халық арасында өкінішке орай бір тенденция қалыптасты, ол шағын сюжетті, жеңіл сюжетті, ондай жеңіл сюжетпен бір керемет оқып болғаннан кейін адамды мотивацияларға итеретін, болмаса бір ой салатын құнды кітап болса жақсы ол. Бір тенденция қалыптасты, бірақ білімді ұлт бола келе, кітаптың қадірі қайта орнына келеді. Ол үшін әсіресе біздер, мына педагогикалық оқу орнында жұмыс жасайтындар, сол мамандық таңдаған студенттер көшбасшы, болмаса үлгі таратушы болуымыз керек. 21 ғасыр жасанды интеллект ғасыры дейсіздер ма, интернет ғасыры дейсіздер ма, бәрібір ең төбесінде шатыр болып жоғарыда кітап тұрады. 21 ғасырда кітап ғасыры деу керек. Кітаптың құнын, кітаптың қадірін түсінетін ғасыр деп атауымыз керек. Сосын әлеуметтік желі күшті ғой қазір. Кітапқа, мысалы бір кітапты шығару керек те, осы бойынша мүмкін қаржылық жағынан оқып болып, оны енді қалай итермелеу керек. Заманға сай ойластырса болар еді. Біз енді кезіндегі үкіметтік немен айлық береді, тыпты жүру деген сияқты. Ал енді қазір алдыңа ке бас қойдым, екі қолды бос қойдым. Біздің тәуелсіз Қазақстанда мүмкіндік өте көп. Қимылдаған адам аш қалмайды. Бірақ әрбір істе мына патриотизм болу керек. Өте жақсы, рахмет. Содан кейінгі мәселеде жалпы адамның өмірінде, өмір сүруінде жалпы жоспар деген мәселе бар. Жоспар маңызды деп жатамыз. Ал енді сіз қандай жоспармен жүресіз? Немесе болашақ жастарға жоспар құрудың, өмірді жан-жақты жоспарлаудың бір маңыздылығына, немесе бір сондай бір нелеріне тоқталасыз ба? Ана жоспар десе кейде үрке қараймыз, бухгалтерлер ақшаны қанша айлықты кімге берем деген сияқты. Болмаса бір үлкен бір стратегиялық ол құжат па деп да. Ал жоспар дегенге мен бір нәрсе айтар едім. Қиялдан бастау керек. Адам қиялдай білу керек. Неғұрлым биік қиял қоясың, соған жету жолында сен тауды қуып барасың. Оны өзің де білмей қаласың. Абайдың айтқаны бар ма еді? Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Бесеу ма? Сол сияқты адамда талап, сосын қиялдай білу керек. Не бір ұлы адамдар айтқан. Эйнштейннің сөзі бар ғой. Маған білім мен қиялды қатар қойса, алдымен қиялды қоям. Қиялдай алмаған адам білімін де іске асыра алмайды деген сияқты. Сондықтан да жастарға сосын қиял биік болу керек. Неғұрлым биік қиял қоясың, оған жетесің. Неғұрлым бүгінгі ертеңге ғана жететін қиял қоясың, өміріңнің өткенін білмейсің. Бұл тұрғыда халықтан сөз қалмаған қарапайым ғана, Мұқағалидың өлеңдері сияқты қазақтың қара сөздері қарапайым ғана, ішінде том-том кітапқа жататын ой жатады. Әлгі бір өлең бар,
жақсымен болған жарты сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей. Әнекей. Қазақтан сөз айтылмаған, бір ауыз сөз. Бұл жағынан ой тіркеп кетті ғой. Мына қазақ тілінің құдіреттілігі бізде 200, 300, 500 олай емес. Мына 2000 жылдан бастайды ғой, мына көрші мемлекетті. Біздің ерамызға дейін 2000 жылдан бастайды. Шицин деген кәдімгі керемет энциклопедиялық кітаптары бар. Сол жағынан қарағанда қазақтың егер сөздерінің философиясын қарасаңыз, біздегі қазақша сөйлейтін адамдардың ғылым білімі 2000 жыл содан ары сияқты. Себебі әр қарапайым ғана сөздер. Мысал келтірейік. Мен бір асқазаным ауырды, ұйықтай алмай жүрдім деген сияқты. Сонымен әлгі дәрігер поджелудочная железа дәрі-дәрмек берді, не берді? Сіздің ұйықтай алмай жүргеніңіз, асқазан астындағы жаңа поджелудочный железа. Ол қазақша қалай деп аталады? Қазақша асқазанның астындағы без демейді қазақ. Оны бір ауыз сөзбен айтады, ұйқы безі. Қазақтар бұдан 2000-3000 жыл бұрын ұйқы безінің асқазанның астындағы адамның ұйқысын меңгеретін білген. Ал енді кейінгі қазіргі Европадағы мемлекеттердің ешқайсысы ұйқы без деп атамайды, жаңағыдай түрлі бездер айтıyor. Демек қазақтың әрбір сөзінде осындай, ол жаңа бауыр деген сөз. Операцияда 12 мүшеңді сатып ауыстыруға болады екен. Бауырды тек қана бауырының бауыры ғана ауыстырылады. Қазақ неге печен деп атамады? Болмаса әлемнің дамыған тілдеріндегі сөздермен атады. Қазақ бауырды бауыр деп атады. Демек адамзаттың қазіргі дамыған мемлекеттер, дамыған ғылым, дамыған мәдениетті елдердің ғылымы біздің ғылымнан кейін дамыған болып тұр. Ал енді түрлі тарихи жағдайлар, бұл жерде мен Лев Николаевич Гумилевтің алдына бас иемін. Мына кең даладағы жатқан халықта мәдениет, халық сол жерде дамыған дейді. Сосын әлгі әр ұлттарда өмір сияқты ғой. Өркендейді, төмен түседі, өркендейді. Бір біздің ерамыз басталғанда, сол 18-19 ғасырдың арасында түрлі кім білсін, бізде бір жойқын не болған, енді жердің астын қазып не бір алтын адам тапқан сияқты тауып жатырмыз ғой. Ал соны дәлелдейтін ғылым біздің жастар. Біз қазақ екендігімізге және жер бетіндегі ең бай, ең күрделі, ең дамыған, ең ғылыми тіл қазақ тілі екенін дәлелдеуіміз керек. Жалпы қызметтесіз, ұстазсыз, осы қарым-қатынас жағдайында эмоцияңызға қалай қарайсыз? Ақыл айту оңай. Ойламаған жерден ауыр айтсам да кешірерсіздер, кәдімгі арқаңнан пышақ соғатын кездер болады. Қанжылататын кездер болады. Бір қарағанда элиталық ортада жүрміз дейміз ғой. Ал өмір біз ойлағандай емес. Сосын эмоцияны сақтау, эмоцияны ұстау да қиын. Айту оңай, бірақ эмоцияны ұстай білу керек. Эмоцияны ұстай білу керек, өйткені ашудан ұтыласың. Тек қана ұтыласың ашудан. Қай жағдайда да айту оңай, ақыл айту оңай. Сен бәрібір, сен де ет пен сүйектен жаралған адамсың. Қатыгез деген адамның өзі де ет пен сүйектен жаралған, оның да жанды жері бар. Бірақ ұстаз ретінде өзіңді ұстап, сосын мына өмір мектебі, Сәбит Мұқановтың сөзі ба, философиялық сөз ғой. Өмір мектебі, өмірдің әр адаммен сөйлескенде бір ақырын көзге көрінбейтін диплом қалтаға түсе береді. Мына адамнан мынаны үйрену керек екен, диплом түсті бір. Мына бір ортада өзіңді былай ұстаған ұтым деген тағы бір диплом түсті. Ал Тұрсынбек Кәкішев менің тікелей ұстазым. Ләззат, неге сен ұл болып тумадың деп мен ол кісіге ренжіп, қыз не ұл не тең право ал деп ол кісіге өкпелеп әкемдей болған адам ғой. Ал айтайын дегенім, қыздың жолы жіңішке, сен бәрібір сол әйел баласына әсіресе отбасын құру, ана болу, үй шаруашылығын басқару, келінмен тұру, оның бәрі мектеп. Және де сосын немеремен, мысалы немерең жылап отса отырғап сен соғыспайсың ғой, сен де мінезін көрсетіп, ол жерде ұстайсың. Жаңа туған сәби жұмыстан шаршап келдің, бірақ түн ұйқысын 4 бөліп жылады. Оған сен ашуланбай қайламайсың ғой, көтересің бәрінде.
өмірдің өзі адамның эмоциясын игеруге тәрбиелейді. Өмірдің өзі диплом. Жақсы, өте жақсы. Осыған да байланысты тағы да бір сұрақ шығады. Яғни адамдағы рухани дүние, құндылықтар, әдеп деген, яғни принциптер деген өзіңізде бір енді басқа жұртқа жариялайтын принциптеріңіз бар ма, немесе жарияламайтын жағы принциптеріңіз бар ма? Жалпы құндылықтарды қалай бағалайсыз? Мәдениетті, ізгілікті, қарапайымдылықты ұстай білген, білімді адамдарды жақсы көрем. Ал білімді болу үшін, жаңағыдай инабатты, мәдениетті көріну үшін ол еңбекпен келеді. Адамның бүкіл өмірі оқу және оқу. Өмір бойы оқимын, өмір бойы немеремнен үйренемін, шөберемнен де үйренуге дайынмын. Өмір деген мектеп, үйрене білу керек, және оған үйреніп жүргеніңді айтып, оны жасырудың қажет жоқ. Мен сондай адаммын. Өмір бақи үйренумен келе жатырмын, ал енді үйретуге тұрарлық сөздерім болса, ісім болса, оны халықтың айтқаны жақсы болар. Әрине, бізге әрқашан сіз үлгісіз, енді өте жақсы көреміз сізді. Жақсы, бізді бұл жаңағы подкастымызды, яғни бізді жастар көп көреді. Енді соларға да байланысты тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Орта деген нәрсе бар. Ортаның қандай болмағы, көп тәрбие мәселесі де бәрі соған кіріп кетеді. Ал енді сіздің түсінігіңізде қалай? Жалпы орта қалай болу керек? Жастарға байланысты айтсаңыз. Таразының екі басы бар дейді. Мысалы, атанан сен таңдамайсың, бауырларыңды сен таңдамайсың. Сол сияқты кейде топ етіп бір топқа түсесің студент кезіңде. Ал ортаны таңдай білу керек. Өйткені ортаң қандай, сен өзің сол ортаға. Енді мына саяси тұрғыдан айтсақ, мысалы, психология талпый деген бар. Сіз сол талпыйдың ішінде жүрсеңіз, өзіңіздің соның ісін істеп кеткеніңізді білмей қаласыз. Сондықтан да қазақта тағы да бір ауыз сөзбен айтқан: адамды жолдасына қарап таны. Сіздің айналаңыз жақсы болса, ол сізді алға итермелейді. Сіз оларды алға итермелейсіз. Мысалы, 18-19 ғасырдағы Достоевскийлер, Чернышевскийлер қалай шықты деп қарасаңыз, олар біріккен орта құрып. Сонымен сен не жаздың, сенде қандай ой бар, ұлт мәдениетін қалай көтереміз деген жарыстардан ұлы дүниелер туған. Аларсиялар да солай. Сондай орталар қалыптасса, ал енді мына бәсеке болмаса жаныңда, бір оқисың, екі оқисың, сосын шаршауың мүмкін, қойшы деп шайыңды ішіп 24 сағат ұйықтап жүре беруің мүмкін. Мына адамды итермелесе 24 сағат ұйықтап өткізуге болады, 24 сағат жер әлеммен кездесіп, тамаша ойлардан қуат алып, тіпті ұйқыны қажет етпей алға қарай жылжуыңа болады. Сондықтан да жастарға айтатыным, орталарыңыз жақсы болсын. Сізді кері қайтаратын адаммен өмір бір-ақ рет беріледі. Үзу керек. Өмір бір-ақ рет беріледі. Ал өзіңізді алға итеретін және өзіңіздің де көмегіңіз тиетін ортаны таңдауыңыз керек. Ал өзіңізге байланысты. Кіммен жүресіз, содан аласыз. Мен ана бір сөзді халыққа тараған қазақшалап отырмын. Кіммен жүресіз, содан аласыз. Бәрібір одан жұғады. Жақсы. Енді тағы да бір сұрағым бар. Тұлға деген кім? Тұлға енді мына психологиялық, кейде педагогикалық тұрғыдан әрбір Алланың жаратқан пендесі тұлға. Кішкентай баладан бастап бәрі тұлға. Ал енді кейде мына кісі керемет ұлы тұлға деп те баға беріп жатамыз. Ұлт үшін қызмет еткен адам міне нағыз тұлға. Ұлт үшін қызмет еткен. Ол деген міндет түрде бір білмеймін, ерлік емес. Ұлт үшін бір жаңалық ғылымда, болмаса ұстаз ретінде керемет балалардың жүрегіне от жақтың. Сенің кішкентай тәрбиелеген балаларыңнан қазаққа, мемлекетке белгілі ұлт жанды тұлғалар тәрбиелеп шықтың. Демек, сен өзіңнің миссияңды орындап жүрсің. Сосын көлікке мінгенде Қазақстанның кішкентай туын іліп қойса риза болам. Міне содан басталады.
Ұлттық ол кішкентай нәрседен басталады. Ой, ол міндетті түрде мемлекет тарапынан бәленбай қаржыға, жоқ, әр адам. Сосын мен күл айтатын сөзім бар. Қойшы мен отырып, кім пысық жасай берсін, солақ тұлға болып жүре берсін. Олай болмайды. Өйткені шешуші кезеңде сіздің үндемей қалғаныңыз үлкен бір адамдардың тағдырын, халықтың тағдырын шешуі мүмкін. 1000 күліп айтам. Біреу кетіп қалса, 1000 деген аттан айырылып қалады. 999 болып қалады. Шашпай төкпей, әрбір қазақ жалғызым дей ма? Бәріне амандық тілер едім. Осы білім алушылар бәрі өзіміздің қара көз қазақтың қыздары, өзіміздің қыздар, баламыздай бәрі. Жалпы осы қазақ қыздарына тән 5 қасиетті атар десе, қандай қасиеттерді атар едіңіз? Сіз маған абайшылап сұрақ қойдыңыз. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деген сияқты. Енді абай талап деп бастаса, мен ақыл дер едім. Әсіресе қазақ жастары, қазақ қыздарына. Өйткені әрбір тіпті мықты деген ер азаматтың артында биязы ғана мүмкін үндемейтін жай ғана балаларын өсіріп отырған, бірақ ғана ұлылыққа жағдай жасап отқан әйел тұрады дейді. Бірінші ақыл, екінші мейірім, қыз балаларына әсіресе. Үшінші білім керек. Білімді болу үшін еңбек, абайдың айтқан сөздерімен жалғастыра беруге болады. Сосын бесіншісі, Құдай адамды жаратқанда өссін ұрпақ. Білім де жақсы, қызмет те жақсы, кәсіп те жақсы, бәрі жақсы. Солардың ішінде отбасын құрып, аналық рахатты көріп, аналық Алланың сыйы әйел баласына берген. Оның өзі адамда әйел баласын ақылды етеді. Өйткені бала тәрбиесі оңай нәрсе емес. Кейде өзіңнің ашық-мышық, әлгі төкпе шашпа мінездеріңді кішкентай баланы тәрбиелеу жолында қалтаңа сап қоясың. Өйткені кішкентай бала ол патша, оны сен адам қылып, үлкен қылып өсіруің керек. Бесінші, адами құндылықтар әр қазақ қызына бұйырса деймін, әрбір қазақ жасына. Жалпы бізде подкастымыздың аты ертең үшін болғандықтан, енді өзіміздің дәстүрлі сұрағымыз бар. Яғни біз ертең үшін не істей аламыз, немесе ертең үшін деген ұғымда сіз айтар жастарға тілегіңіз. Жалпы осы сұхбатымызды қорытындыласақ деймін, сол сұрақпен. Қарапайымдылық тұрғыдан да, философиялық тұрғыдан да өте тамаша тақырып алғасыздар. Ал кез келген жобада тақырып, ол ұтымды тақырып, жеңіске жетудің 50% жаңағы көрсеткіші дейді, ұтымды тақырып. Сондықтан да сіздерге мен сәттілік тілеймін. Жастарға оқы және оқы дер едім. Өйткені мына әлемде қарумен, басқамен жеңе алмайсың. Тек біліммен жеңе аласың. Біз шағын ғана екі ұлы қуатты мемлекеттің ортасында отырған, бірақ ата-баба аманат еткен, Алатау, Алтай арасын мекен еткен ұлы халықпыз. Ал осы ұлылықты сақтап, аман есен ұрпаққа жеткізу үшін және Қазақстанды үлкен дамыған ірі мемлекеттердің қатарына қосу үшін жастар білім керек. Оқу керек және тағы да оқу керек. Онымен сіз жаңа технологияны да игересіз, онымен сізге қызмет ететін жасанды интеллекттің 99 түрін табасыз. Ол да адамның еңбегінің, білімінің жемісі ғой. Өте керемет. Рахмет, Ләззат Мақайқызы, бүгін уақыт тауып, біздің сұхбатымызға келіп, өзіңіздің керемет ойларыңызбен бөлісіп, жастарға, жалпы көрерменге өзіңіздің жақсы пікірлеріңізбен бөліскеніңізге мың алғыс. Сізге мықты денсаулық, бақыт, әрқашан абырой биігінен көріне беріңіз. Көп рахмет сізге.